Баршаңызға сәлем. Бүгін біз чебуреки әзірлейміз. Ең алдымен ұнымызға бір кішкентай қасық тұз саламыз. 2 үлкен қасық сұйық май құямыз. Және де 200 грамм қайнаған ыстық суды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, әрі қатты да емес, орташа әдемі қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды салмасын дайындап болғанша тандырып қоямыз. Арасында 1-2 рет илеп қойсаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Ал енді салмасына мен ең алдымен жұмыртқа мен көкпиязды майдалап турап алдым. Оның үстіне тұзымды салдым. Сосын бұрышымды салам. Ең соңында маргаринді салып, барлығын араластырам. Бұл жерде жұмыртқа мен көкпиязды қалауынша турасаңыздар бола береді. Тұз, бұрышын дәміне қарай өз еркіңізбен салсаңыздар болады. Маргарин менде чеддер иледі маргарины. Әртүрлі маргариндерді, маслаларды қолдана беруге болады. Пампушканы қолдансаңыздар да болады. Менде 30 грамм маргарин. Енді осыны қосып, тағы бір рет араластырып шығам. Енді біз қамырымыз тынды, оны осылай тынған қамыр домалақ бөліктерге бөліп шығып, жайып шығамыз. Жайып осылай сәндейміз. Сосын қуырамыз. Мінекей бізде чебурекиміз дайын болды. Өте дәмді. Сау болыңыздар.